Ақымақ симфон ұшатын тышқан. Тышқан ананың 5 бірдей баласы бар. Ішінде ең ақымағы симфон екен. Ол да құс сияқты басқалардың қошеметіне ие болғысы келеді. Өзіне қатты сенген симфон бір амал ойлап табады. Ол өзінің құрдастарына өзінің ақымақ емес екеніне көз жеткізгісі келдіреді. Өкінішке орай, ол армандаған арманына жете алмайды. Өкінішке орай, тағы да сәтсіздікке ұшырайды. Әй, әттең, осы симфонның бүлдірмейтін ісі жоқ. Симфон құрдастарының мазақтағанына, көзге ілмегеніне қатты ашуланады. Ол кенеттен біреуге шабуыл жасағанын көреді. Ол дереу ағашты ала салып, оны құтқарады.